Менің есімім Шадмантай Бақберген Әлімжанұлы. Мен осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Мен осы Шымкент қаласында Рекорд спорт клубында бокспен айналысамын. Мен неге бұл жолды таңдадым? Бұл енді мен бала кезден келіп жатқан өзімнің арманым. Осындай октагонның ішінде төбелесу, солай өнер көрсету, жанкүйерлер жинау өзіңді жақсы көретін. Мақсатым осы жолда чемпион болу, пояс алу, басқа да жоғарыға шетелдерге шығу. Енді Құдай қаласа мүмкін емес нәрсе жоқ. UFC-ге дейін барып жатсам. Енді біріншісінде енді бәрінде қорқу болады ғой. Уайымдайды, кішкене мамкалар ондай көруге жүрексінеді ғой. Қазір қарсы емес, наоборот қолдайды. Давай бас дейді ғой, короче. Енді қазір қиындықтар, енді мен дебютім енді болайын деп жатыр. Әлі қиындықтар басталған жоқ деп ойлаймын. Бірақ қазірдің өзінде мен кішкене бұрын қол күреспен айналысқаннан кейін дененің бәрі темір көтере беріп қатып қалған. Кішкене стойка қою, кішкене майысу, сәл қиындау болып жатыр. А так негізі қиналатын нәрсесі жоқ. Андай мықты қабілетің болғанда, былай өзім мақтамай қояйын. Мықты қабілет, енді өзіме сенімдімін, өзіме уверенмін. Характер бар, Аллаға шүкір. Енді бірінші бой болған соң енді мен өзімнің қарсыласымның видеоларын YouTube'дан енді бойларын көресің ба? 3-4 рет айналдырып қарадым деп айтсам да болады негізінде. Почти күнде көрем. Не істейді, қалай істейді, бір нәтижелерге келдің ба, выводтар жасадың ба? Енді қазір дайындық жақсы жүріп отыр. Соған қарсы соның бойларын көріп, тренеріммен бірге дайындалып отырық. Славия жақтарына. Подсоперникке дайындық болады. Енді мен бұл бірінші бой болған соң енді бәріне важный бой деп ойлаймын. Енді бірінші бой болған соң мен үшін маңызды. Мен осы жекпе-жекпен енді мен бірінші Алашпрайтқа контракт алған кезде менде хейтерлар дейтін, осы уақытқа дейін хейтер дейтін нәрсе болмаған. Бірақ осы контракт алғаннан кейін хейтер дейтін енді жетеді енді айта алмаймын. Именно соларға мен бір нәрсе дәлелдегім келеді да. Мен олардың хейттарынан былай депрессияға түсіп, ондай емес, олардың хейттары наоборот маған мотивация береді да. Мен көрсеткім келеді да, что оларға мен төбелесе аламын, мен осындай жерде өнер көрсете алатынымды. Так что хейтерлар, кім сенеді? Үлкен рахмет. Кім сенбейді? Чорт сыныр.